Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум, құрметті бауырлар. Біз сіздермен екінші сабағымызда жалғастырамыз. Біздің өткен сабақтарымыз сіздерге түсініксіз болып жатса, астындағы WhatsApp номеріне хабарласып немесе комментарий жазып қалдырсаңыздар, біз сіздерге хабарласамыз және де түсіндіретін боламыз. Және біздің өтіп жатқан мынау бастауыштарға арналған кітабымыз керек болатын болса, Қазақстанның әр жеріне біз тегін жеткізіп бере аламыз. Алла баршаларымызға разы болсын. Өткен сабақта біз араб әріптерінің алфавиттің жазылуын және бірлік, екілік, үштік болып бөлінетіндігін айтқан болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда сол әріптердің оқу тәсілін үйренетін боламыз. 28 әріпке қосымша бізге харекет деп арабша аталады. Ол әрекет. Әрекет ол 28 әріпті қуаттандырып, алға қарай бір-бірімен қосуды, бір-бірімен қосып оқуды үйрететін құралдар болып табылады. Бірінші, біз араб әріптерін оқуды үйренеміз дедік. Солардың ішінде харекеттер осылай қойылады. Егер әріптің үстінде сызықша келетін болса, онда ол кішкентай сызықша келетін болса, қиғаш ол А деп аталады. Астында сол қиғаш сызық келетін болса, И деп аталады. Қазақтың үтірі секілді мынандай жазу болатын болса, ол біздің қазақтың тілінде У деп аталады. А ол фатха. И ол кәсіра. У дамма. Дамма деп аталады. Міне осы А, И, У мен біз келесі арабтың әріптерін, араб әріптерін толық оқуды үйренетін боламыз. Үсті А дедік, асты И дедік. Бұлай үтір сияқты болып жазылған болса, У болады деген едік. Бұл әрбір әріптің, 28 әріптің үстіне осылай қойылған кезде, ол осы оқылуымен, осы айтылуымен қала береді. Мысалы, екінші әріпті жазатын болсақ, үстінде болса бә, астында болса И, үстінде үтір сияқты болатын болса бұ. Одан кейінгі әріп тә. Тә, астында болса И, Ти. Ту. Тә, Ти, Ту. Сол секілді Фә, Фи, Су, Жа, Жи, Жу, Ха, Хи, Ху, Хо, Хи, Ху, Дә, Ди, Ду деп әрбір әріптің үстіне қойып шықсаңыз, осы әріп осылай оқылып, харекеттер солай оқылып кете береді. Біздегі мына әріпіміз Ро деген әріп. Өзі Р деген әріп, ол жуан, алдына жуан немесе жіңішке келуіне байланысты өзгеріп отырады. Бұл негізі үстінде А, бірақ ол Р әріпіне келген кезде ол О болып, Ро болып оқылады. Бірақ астында И, Ри, Ру. Ра, Ри, Ру. 28 әріп бұл әлиф, бә, тә, фә деп айтылуы. Оқылған кезде ол біздің қазақ әріптері секілді А, Б, Т, С деп бірінші әріптері оқылады. Енді әлиф ол өздігінен жеке бір алғашқы алфавитте ол жеке бір әріп болып саналмайды. Ол А келсе А болып өзгереді, И болса И болып өзгереді, У болса У болып өзгереді. Ал енді қалған әріптердің барлығы сол өзіндік әріпімен қала береді. Мысалы, Р әріпі Ра, Рей, Ру. Енді
Біз қайтадан әлифті қоямыз, а, одан кейін р-ны қоямыз, ар. Мынау домалақ, бұл домалақ сукун деп аталады. Сукун дегеніміз ол тыныштық. Яғни ол біздің қазақтың тілінде айтқан кезде нүкте деп айтсақ болады. Сол бір әріптің өзін шығарып, өзін тоқтатып, сол әріптің өзін оқытатын, және де өзінен кейінгі әріппен байланыстыратын ол бір құрал, соны сукун деп айтады. Мысалы, қазір бізде ар, одан кейін ир, одан кейін ур сукунды қоямыз. Немесе бұл сукундар болмаған жағдайда оның үстіне а қойсақ ара, немесе иге и қойсақ ири, немесе уға уды қойсақ уру болатын еді. Бізге ол араның, иридің, урудың керегі жоқ. Бізге сол рының өзі оқылуы керек. Сол үшін ар, ир, ур деп оқылғаны керек. Сондықтан біз сукунды пайдаланамыз. Бұл біздің әрекеттерді үйренудегі алғашқы қадамымыз болатын. Енді одан кейінгі әріпті өтем. Одан кейінгі әріп ол бізде зә деген әріп. Зә. Ол қазақта енді 28 әріптің ішінде жуан және жіңішке болып оқылатын әріптер бар. Соның ішінде жіңішке болып оқылатын әріптің біреуі ол зә әріпі. Зә әріпі р сияқты, бірақ р-ның егізі үстінде нүктесі бар. Зә, зи, зу. Әлифті қойдық, одан кейін а болды, з-ны қойдық, сукун қойдық. Әз, из, уз. Бұл әлиф келген кезде харекеттер а, и, у болып оқылады. Әлиф келмеген жағдайда сол қалған 27 әріптің өзінен бастап оқылады. Мысалы, з-ның өзі келіп тұр. З-дан бастап оқимыз. З, а, р, зар. З, и, р, зир. З, у, р, зур. З, а, р, з, и, р, з, у, р. Зар, зир, зур. Енді екінші қатар а, з, аз, ру. Az, ru. Az, ru. Iz, ru. Iz, ru. Uz, ru. Ur, ur, урзу. Міне, біздің екінші әріпіміз ол зәзизу, әз, из, уз, з, әрі, з, ирі, з, у, ры. Әз, ру, из, ру, уз, ру, ур, зу. Міне, біздің келесі сабағымыз осы әріптерді әрекетпен оқуды түсіндіру болатын. Біздің екінші сабағымыз осымен аяқталды. Сіздер өздеріңіз осы өткен сабақты қайталап, дәптерге жазып, одан кейінгі сабаққа дайындалып отыруларыңызды сұраймыз. Және бұл әріптерді, осы оқылуларын сіздерге астына біз кітап түрінде салып қоятын боламыз. Ә, и, у, ро, ри, ру, эр, ир, ор, зә, зи, зу, әз, из, уз, зар, зир, зор, әзру, изру, узру,
أرزو الله أكبر الله أكبر الله